Армысыздар. Сайлауға қатысып жатқандардың сөзіне сенсек, саяси сауданың бағасы 200 мың долларға тұрақтағандай. Кандидаттар қызды-қызымен бағаларын 200 мың долларға көтеріп алғандай. Мәселен, аяқ асты аманаттан атойлап шыққан айтыскер Ринат Заитов маған сайлауға түспей-ақ қойшы деп 200 мың доллар ұсынды деп салды. Жеке кандидаттар да бар мысалы. Нет, сайлауға түспей-ақ қойшы 200 мың доллар. Тәуелсізбін деп жүрген кандидат Мұхтар Тайжан 2008 жылдары жер комиссиясы құрамында жүріп, кәсіпкерлерге лоббилік қызмет көрсетіп 200 мың доллар алғанын мойындады. Тек марғұланнан ғана алдыңыз ба ақша? Дәл сол моментте? Ол кезде тағы келісім шарттар менде болды. Айтыңызшы. Мен айтуға құқым жоқ па? Жоқ, құқым емес, ол мен айтуға міндетті емеспін. Ал соңғы кездерде саяси белсенділік артқан журналист Думан Мұхаммед Кәрімге біреулер өзінің айтуынша сайлауға қатысып жеңіліп қалсаң 200 мың доллар аласың депті. Маған 200 мың доллар ұсынды. Бюджеттері өскен шығар сайлаудың алдында. Сөздеріне қарасаң, қазақ даласында кандидаттарға 200 мың доллар таратудың акциясы жүріп жатқандай. Сондай-ақ бұл сайлауда қазақ соттарда жанашырлық акциясын өткізіп жатқандай көрінеді. Тәуелсіз кандидат экономист Жанар Жандосова мен оның қызы азаматтық белсенді Алматы қалалық мәслихатына кандидат Әсия декларация парағын дұрыс толтырмады деген себеппен бұл додадан жарты жолда шығып қалды. Осы парақты дұрыс толтырмады деген астаналық ғалым Сұлтанхан Жүсіп шағымданып жүріп, мәжіліс депутаттығына кандидаттығын қайтарып алды. Ал қаңтар оқиғасында әуежайды басып алу ісі бойынша тергеуге ілінген журналист Әйгерім Тілеужан үй қамақта отыру тиіс болғанымен мәжіліске кандидат куәлігін алып жатқан тұста полицияға ұсталып үй қамаққа қайта оралды. Подождите, дайте мою сумку. Сумка, у меня там деньги. Вы почему трогаете, как представляете? Қаңтар ішінде үй қамақта отырған тағы бір белсенді Қосай Махамбаев болса, соттасып жүріп, мәслихатқа қайтадан үміткер болып тіркелді. Бұл енді бұрынғы сайлауларда болмаған құбылыс. Бұрын мұндай жағдайда сызылып кеткен үміткерге қазақ соты кандидат куәлігін бере қоймайтын. Қазір шағым түсірген кандидаттардың бәріне бірдей болмаса да, жартысына қазақ соттары жанашырлық акциясын сыйлап жатқандай. Дегенмен декларация тексеруі кандидат куәлігін бергенге дейін неге бітпейді? Үгіт насихаттың ортасында кандидатты неге әурелейді? Үй қамақта отырған адам қалай мәжіліске кандидат болып тіркелген және оған салынған тыйым мәслихат кандидатына неге жүрмейді деген сұрақтар туындайды мұндайда. Және алдағы уақытта әлі талай айтылады. Сондай-ақ бұл сайлауда рушылдық, жершілдік бойынша жол беруге шақыру акциясы да жүріп жатыр. Мәселен, әлеуметтік желіде Алматы облысындағы 11-ші сайлау округінде дауысқа түсіп жатқан белгілі журналист, қоғам белсендісі, саясаткер Рысбек Сәрсенбай, экс-шенеунік Қайрат Нұрқаділов, әнші Нұрлан Албан, спортшы Ардақ Назаровтар бір өңірдің тумалары, бір атаның балалары екенін айтып, үлкенге жол беруге шақырып жатқандар да бар. Бұл ұсынысқа кандидаттардың ешқайсысы әзірге қандай да бір пікір білдірмеді. Ал осы постты әлеуметтік желіге айғайлатып жазудағы мақсат рушылдықты, жершілдікті алға тарту ма? Әлде аға әні демей додаға түсіп жатқан бұл азаматтардың рулық деңгейден асып кеткенін көрсету ме? Ол жағы маған енді белгісіз. Осы аптада сайлау тақырыбымен қатар сыртқы саясаттың қызуы да көтеріліп тұрды. Алдымен орталық Азия елдеріне сапарын Қазақстаннан бастаған ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкенге назар аударайын. Сосын бір мандатты округтегі кандидаттардың әуресі және ел экономикасына қауіп төндіру мүмкін болашақ депутаттардың бет алысына ой жүгіртсем деймін. Сонымен бүгінгі ақш саясат тақтасындағы ең ықпалды тұлғаның бірі ақштың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Астанаға келіп кетті. Оның алдында бір апта бұрын ғана ақш президенті Джо Байденнің Киевке келіп, Ресей басқыншылығына қарсы соғысып жатқан Украинаға ашық қолдау көрсеткенін ескерсек, одан кейін Ресей президенті Владимир Путин халқына жолдау жасап, ақш бастаған Еуропа қостаған елдерді озбыр жау ретінде ашық сипаттап, Қазақстан арқылы шығыстағы елдерге жаңа экономикалық жол саламыз дегенін ескерсек, араға апта салмай Астанаға ақштың мемлекеттік хатшысының келісі жай қыдырыс емес екені түсінікті. Оның үстіне санкцияға түскен тауарлар Ресейге кеден одағымен кіндігі байланған Қазақстан арқылы өтіп жатыр деген сөз тарағандықтан, батыстың қосымша санкциясына Астанада ілінуі мүмкін деген қауіптер айтылып та жатты. Өткен хабарымда айтып өткен едім, қысқаша тағы қайталай кетейін.
Украина үшін 1991 жылғы территориясын қалпына келтірсе, онда бұл соғыста жеңіске жеткені. Бірақ Украина сондай жеңіске жеткенімен ақш пен батыс қауымдастығы Ресейге анығында Путиннің саяси жүйесіне жапқан есіктерін енді оңайлықпен ашпайды. Салған санкцияларын дереу қайтарып та алмайды. Путин мен оның жүйесі де биліктен оңайшылықпен кетпейді. Ал екі ортада саяси, экономикалық қысымға түсетін біз, Қазақстан, одан кейін Орталық Азия елдері. Өйткені Ресей экономикасы Қазақстанның транзиттік дәлізіне тәуелді болып тұр. Ал экономикалық мүдденің артында әрі қашан саясат жүреді. Яғни Ресей қандай да бір экономикалық келісім шарттарға жету үшін түрлі амалмен саяси қысымда жасайды. Ел ішінде қарсылық топтарды шығара алады, тағысы тағы. Әрине бұл тартыста бізге соғыс керек емес. Себебі Құдай бетін ары қылсын, соғыс басталса көмек қолын созатын батыс елдері Украинадағыдай дәл іргемізде, қасымызда тұрған жоқ. Екіншіден, 7,5 мыңдық құрлықтағы шекарамызда әскери бекеттер де жоқ. Үшіншіден, бізге сырттан қару таситын теңіз жолда, темір жолда жоқ. Төртіншіден, бізде қару-жарақ қоры да жетісіп тұрған жоқ. Бесіншіден, бізде Ресейдің әскери 5 полигоны Астана іргесінде әуе қорғаныс жүйесі тұр. Яғни бізде Ресей президенті Путиннің арандатуына ілінбей ақылды саясат жүргізгеннен басқа амал жоқ. Бұл ретте әрине ақш пен батыс елдерінің дұрыс қарым-қатынасы керек. Онда да Ресейге де, ақшқа да, батыс пен шығыстағы елдерге де есебімізді жібермейтін, ұпайымызды жоғалтпайтын бір адамның емес, мемлекеттің мүддесін қорғайтын саясат жүргізе білуіміз қажет. And taking this opportunity, I would like to express our appreciation to the continuous and firm support of the United States of our independence, territorial integrity and sovereignty. Президенттің бұл сөзі жай ғана дипломатиялық силап-сипау емес. Бұл бүгінгі күннің шындығы. Аумақтық тұтастық күн тәртібіндегі мәселенің бірі. Оның үстіне ақш Қазақстанға осы күнге дейін 62 миллиард доллардан астам инвестиция құйған ірі инвестор. Қазақстандағы ірі мұнай орындарын игеріп жатқанда ақш пен батыс компаниялары. Яғни Ресей ықпалының Қазақстанда, Орталық Азияда одан әрі күшеймеуіне күш те салады. Ондай ойын Энтони Блинкен ашық айтты да. Мәселен, Астанада өткен Орталық Азия сыртқы істер министрлерінің саммиті S5+1 жабық жиынынан кейін ақш мемлекеттік хатшысы брифингке шықты. Онда ол алдымен мобилизация кезінде соғыстан қашып келгендерге, Украинаға көмек қолын созған Қазақстанға зор алғыс білдірді. Хочу поблагодарить народ Казахстана за щедрые поставки продуктов, питания, одежды, лекарств и других гуманитарных грузов в Украину, в том числе те самые юрты несокрушимости для Киева и Бучи, где украинцы могут погреться. Ал сұрақ-жауап кезегінде Блинкен бір сөзінде ақш Орталық Азия елдеріне экономикалық тұрақтылық бастамасы аясында көмек беріп, бір ғана елге тәуелді болмай, сауда жолдарын дамытуына және жеке сектордан инвестиция тартуға көмек беретіндерін айтып өтті. Бұл сөзі Орталық Азия елдерін уысынан шығарғысы келмейтін Путинге ұнамайтыны анық енді. Сыртқы саясаттан ішкі мәселеге сайлауға ауыссақ. Биылғы сайлаудың бар жаңалығы барлық тартысы бір мандатты сайлау округінде жүріп жатыр. Еліміз бойынша бар жоқ 29 бір мандатты округ бар. Негізі бір мандатты сайлау жүйесі 2007 жылға дейінде болған, бірақ ол кез деген. Бұл кездің айырмашылығы бұрын бір мандатты сайлауға түскен кандидат ары кетсе 2-3 ауданнан ғана сайланатын. Ал қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, сайлаушы санына қарай бөлінген. Мәселен, сайлаушысы көп Алматы қаласынан 3, Астанадан 2, Шымкенттен 2, Түркістан облысынан 3, Алматы облысынан 2 кандидат бір мандатты жүйе бойынша сайланады. Ал қалған облыстардан бір-бірден. Жамбыл облысынан біреу, Батыс Қазақстаннан біреу, Шығыс Қазақстаннан біреу дегендей. Енді есептеп көріңіз. Бір мандатты кандидат үшін бұрынғыдай 2 ауданға үгіт насихат жүргізген оңай ма, әлде тұтас бір облысқа, 10 аудан мен облыс орталығына үгіт насихат жүргізген оңай ма? Бұрын бір мандаттық жүйені қалыптастар кезде негізінен 2 уәж айтылатын. Оның бірі жершілдік пен рушылдық. Өйткені қандай да бір ру шоғырланып отырған елді мекендерден сол рудың өкілі ғана депутат болып сайланғаны шындық. Екіншіден, сайлаушының дауысын сайлау учаскесінің алдында сатып алу үрдісі де болды. Ал қазіргі бір мандатты жүйеде бұл екеуі де мүмкін емес. Себебі бір облыс халқының дауысын жасырын сатып алу да мүмкін емес, 10 ауданнан сан жағынан басым ру шықпайды да. Бірақ дегенмен, бүгінгі сайлау заңында бір мандатты депутатқа қатысты әділетсіздік бар. Ол үгіт насихат жүргізудің қиындығы, сосын екінші турдың жоқтығы. Мәселен, бір мандатты округте қазір орта есеппен 15 үміткер бар.
осылардың ішінде ең көп дауысталған депутат болып саналады. Бұл енді қисынға салсақ, дауыс берушіге де, үміткерге де қиянат. Тағы бір мәселе. Сайлау заңында императивті мандат деген түсінік бар. Оның мәні мынада. Егер бір мандатты аумақтың сайлау округінде жеңіске жеткен мәжіліс депутаты ел үмітін ақтамаса, уәделерін орындамаса, онда сайлаушылардың бастамашыл тобы оның мандатын парламенттен кері қайтарып алуға ұсыныс жасай алады. Ол ұсынысты сайлау партиялары ұсынған, мәслихат мақұлдаған, жергілікті аумақтық сайлау комиссиясы қарап шешім шығарады. Сонда жоғарыда айтқан 15 үміткердің біреуі жеңсе, қалған 10-ы бірігіп әлгі жеңімпаздың аяғынан шала алады. Ал екінші тур өтсе, мұндай қитұрқы амалдың болуы екі талай болар еді. Сосын, бір мандатты кандидат күлі облыс атынан түсіп тұрғандықтан, артылатын жүк те оған ауыр. Ал бірақ парламент қабырғасына барғанда, оның басқа 98 депутаттан еш айырмашылық жоқ. Тек 98 депутаттың бірі болып қалады. Салыстыра қарасақ, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 5 өкілі қазір Сенатта отыр. Сенатта мәжілісте негізінен халық өкілдерінен құралған ұйым. Ал енді ойланып көріңіз, бір мандатты мәжіліс депутаты 500 мың сайлаушының алдынан өтуі керек. Ал ассамблея өкілі өйтіп жан қинамайды. Бірақ екеуінің мәртебесі бірдей. Бұл қалай? Екінші бір мәселе. Алдағы жылдары облыс әкімдерін тағайындар кезде үміткерді мәслихатқа президент ұсынады. Бұрынғыдай емес, жаңа заң бойынша облыс, қала, аудан мәслихаттары ол үміткерді дауысқа салады. Яғни президент ұсынған әкімнің кандидатурасын 300-дей мәслихат депутаты қарайды. Осы жерде заңды сұрақ туындайды. Егер бір облыс халқы жабылып жүріп бір мандатты округте бір депутатын сайлай алса, онда неге облыс әкімін де тікелей халық сайлауда өзі сайлап алмайды? Менің ойымша сайлаудан кейін дәл осы сұрақтар қоғам талқысына шығады, және сайлау заңын өзгертуге итермелейтін талқы да осы мәселе төңірегінде жүреді. Ал енді заңда жоқ, іс жүзінде бар, ашық айтылмайтын басқа мәселеге ауысайын. Ол лоббизм жайында. Лоббизм ағылшын тілінен қазақшаға аударғанда астыртын әрекетке келеді. Бұл әрекет көп жағдайда мемлекет мүддесіне зиян келтіре отырып, жеке бастың пайдасын табуды көздейді. Біраз елдерде лоббизмге қатысты арнайы заң бар, және ондай елдерде лоббистер қоғам алдында ашық есеп беріп отырады. Бірақ демократияның шырқау шегіне жетті деген ақш-тың өзінде лоббистерге қатысты дау көп. Кейбір штаттарда лоббизм әрекеті мүлдем тыйым салынған. Деректерге қарағанда ақш-тағы лоббизмнің 72% бизнеске қатысты, 16% ғана қоғамдық маңызы бар істерге қатысты. Бізде лоббизм туралы заң жоқ, бірақ ондай әрекетті іске асырып жүргендер де бар. Осы сайлауда да олар төбесін көрсетіп тұрғандай. Әрине, қазір сайлаудың үгіт насихаты жүріп тұрғандықтан, мен олардың аттарын атап, түстерін түстеп ашық айта алмаймын. Дегенмен осы мәселеге бәріміздің назар аударғанымыз дұрыс деп есептеймін. Кейбір саяси партиялардың тізіміне көз жүгіртіп көрсеңіз, сапалық құрамына талдау жасамай-ақ, биографиясына қарасаңыз, көбі кәсіпкерлер. Әлбетте, кәсіпкердің де сайлануға құқығы бар, бірақ саяси партиялардың тізіміне кірген кәсіпкерлердің көпшілігі бұған дейін қандай да бір идеялық ұстаныммен, азаматтық белсенділігімен, қоғамдық жұмыстарымен, саяси мақсатымен көзге түспегендер. Қазақ мәжілісінің тарихын қарасақ, ондай кәсіпкерлерден сайлаушыға елге қандай да бір пайда келді деп айту қиын. Мысалы 2000-ші жылдардың басында жер кодексін талқылаған кезде мәжілісте латифундистер отырды. Олар жердің жекеменшікке өтуін, шетелдіктерге жалға беруін қолдады. Бұл заң кейіннен елде проблема тудырды. Жер дауының соңы митингіге ұласты, әлеуметтік саяси шиеленіске алып келді. Қазір сол заңның кемшілігін түзеу қиынға соғып тұр. Тағы бір мысалы. Бертіндегі мәжіліс құрамында құрылысшы қауымдастығының өкілдері болды. Олар лобби жасап жүріп, құрылысқа қатысты заңдарды өздеріне ыңғайлап алды. Нәтижесінде елдегі ірі қалаларда құмырсқаның илеуіндей көп қабатты үйлер қаптап кетті. Тез пайда тапқысы келгендер әлеуметтік нысан, мектеп, балабақша, аурухана, балалардың ойын алаңы, көлік тұрағын салу дегенді қаперлеріне де алмады. Алақандай бос жердің бәріне биік-биік үйлерді салып тастады. Осының кесірінен қазір бас қалада әлеуметтік нысан салу, қала инфрақұрылымын жетілдіру күрделі проблемаға айналды. Посоветуйтесь с людьми. Ну что никто же не советуется. 700 подписей написали. 700 подписей. Никто не обращает внимания. Онлайн-митинг здесь
случае? О каком случае в государстве можно говорить, если, никто не обращает внимания? Бұл аз десеңіз, кейбір депутаттар өзі басқарып отырған зауыттарға мемлекет субсидия беру керек деп ашық талап етіп жүр. Әрине, кәсіпкердің бәрібірдей өз мүддесін ғана ойлайды деуге келмейді. Бірақ олардың парламентке топырлап келуі менің ойымша мемлекет экономикасына зияны болмаса пайдасы болмайды. Ондай күнде Орталық Азиядағы демократия аралы деп сипатталатын қырғыз ағайындар бастан кешіп те жүр. Мысалы, жоғарғы кеңес депутаттары кезінде ұн өндірушілер, алкоголь өнімін шығарушылар, құрылыс бизнесіне ашық лобби жасап, өздеріне тиімді заң қабылдатып, мемлекетті пайдадан қақты. Ресей Думасында да осындай пысықтар көп. Думада комитет төрағалары мен орынбасарлары агрохолдингтердің, банктердің, газ өндірушілердің сойылын соғып, қалталарын қалыңдатқан. Азаматтық қоғамы сергек, қоғамдық бақылауы күшті, билік тармақтарында тепе-теңдік, лоббизм туралы арнайы заңы, ережесі, бақылауы бар дейтін ақш-тың өзінде депутаттар жеке пайдалары үшін жекелеген бизнесмендерге жағдай жасап берген. Олардың көбі істі болып сотталып та жатыр. Ал бізде лоббизм туралы арнайы заң да жоқ, бақылау да жоқ. Қазір билік 30 жыл бойы тамырын жайып алған олигархтармен, олигополиямен алысып жатыр. Мұндайда босаған кеңістікті, босаған орынды тезірек басып алғысы келетіндердің бар екенін естен шығармаған абзал. Кейбір саяси партиялардың тізіміне қаптап кіріп алған, бұған дейін қандай да бір саяси ұстаныммен көзге түспеген кәсіпкерлерден мен өзім осындай қауіп көремін. Негізі таза бизнесмен үшін мәжілістің 700 мың айлығы түкке тұрмайды. Сонда олар таңнан кешке дейін жиыннан қолы босамайтын депутаттыққа неге құмар деген сұраққа жауап таппаймын. Ал олардың ауылдың, қаланың жағдайын жақсартамыз деп жүргені негізі бос сөз. Өйткені бұл жұмысты іс жүзінде жергілікті әкімдер атқарады, ал депутат қандай да бір идеяға жұмыс істеу керек. Бір мандатты округтен додаға түскен кандидаттарда әйтеуір бір идея бар. Ал кейбір партияның тізіміне кірген кейбір кәсіпкер кандидаттардан ондайды өз басым әзірге көріп тұрған жоқпын. Амандықта жүздесейік.